Армысыздар, құрметті көрермендер. Мінекей Астананың төрінде өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары бүгін тәмамдалады. Санаулы уақыттан кейін жабылу рәсімі өтеді. Добрый день, дорогие казахстанцы. Вот и завершились всемирные пятые игры кочевников. Конечно, да, у нас столицы, которые проходили. Ну и, конечно, с минуты на минуту начнется церемония официального закрытия пятых всемирных игр кочевников. А пока что мы ожидаем специальный репортаж. Я, құрметті көрермендер, бірер сәттен соң 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының салтанатты жабылу рәсімі басталатынын айттық. Ал оған дейін сайыстардың қызықты әсерлі тұстарын еске түсірейік. Әріптесіміз Асылбек Тойбек жарыс шымылдығы түрілген сәттен бастап соңғы күнге дейін дүбірлі додалардың бел ортасында жүріп, арнайы репортаж әзірлеген болатын. Сол репортажды назарларыңызға ұсынамыз. Дүниежүзілік көшпенділер ойындары ұлттық түрлерінен өтетін әлемдегі ең ірі дода. Еліміз үшін тарихи оқиға. Сарыарқаның сайын даласы 5 күн бойы дүбірге бөленді. Бұған дейін Қырғызстанда, Түркияда, Қырда, тау-таста ұйымдастырылса, бұл жолы урбандалған ортада, яғни қала ішіндегі нысандарда өтіп жатыр. Дәлірек айтсақ, бұл Астана Арена стадионы, Қазанат ипподромы, Жақсылық Үшкемпіров атындағы жекпе-жек сарайы, Қазақстан жеңіл атлетика кешені, Алау мұз сарайы және Думан кешені. Осындай заманауи нысандарда ойындарды ұйымдастыру этноспорттың дамуына серпін берері сөзсіз. Жылдан жылға көшпенділер ойындарының ауқымы кеңейіп, қатысушы елдер саны да артып келеді. Биыл тек көшпенді өмір салтын ұстанған халықтардан бөлек өзге құрлықтардан спортшылар қатысып жатыр. Осылайша мемлекеттер саны 89-ға жетті. Алғаш Қырғызстанда бастау алғанда небәрі 19 ел қатысқан. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев көшпенділер ойынның ашылу салтанатында қастерлі мұраны жас буынға табыстау бәрімізге ортақ парыз деді. Біз ежелден қонақжай халықпыз. Жаңалыққа жаны құмар, түрлі мәдениетке ашық жұртпыз. Біздің өмір салтымыз табиғатпен ерекше үлесін тапқан. Көшпенділер тұмысынан қайсар халық. Көшпенділердің ұлы көші ешқашан тоқтамайды. Көшпенділер ойындарының тарихы терең, тағылымы мол. Әуелде жігіттердің жауынгерлік машығын шыңдап, батылдығы мен ептілігін, тектілігі мен төзімділігін сынау мақсатында ұйымдастырылған. Кейін бірқатары ұлттық спорт түрлеріне айналды. Соның бірі садақ ату. Садақ бұл көшпенді халықтың байырғы қаруы, ал біз үшін қазір спорт құралы әрі мұра. Көшпенділер ойындарында ерлер мен әйелдер әртүрлі арақашықтықтан нысана көздейді, 7 мүмкіндік беріледі. Басты талап бұл спортшылар ұлттық киімде болуы тиіс. 33 елдің спортшылары бақтарын сынауда. То, что я встречаюсь. Спортшыларды көрген сайын туғандарымды көргендей қуанам. Қазақстан, Түркия, Ресей елдерінің мергендері мықты. Әзірге өзімнің нәтижеме көңілім толмайды, бірақ әлі жеңіс тұғырынан көрінетініме сенімдімін. Я первый раз. Айтпақшы, Астанаға алғаш келдім. Халқының қонақжайлылығы, қаланың тазалығы мен көркі өте ұнады. Көшпенділер тұрмысындағы мергендердің орны бөлек болғанның тағы бір айғағы жамбату. Ойынның ерекшелігі спортшы ат үстінде отырып, санаулы секундтар аралығында шапшаңдықпен нысанаға дөп тигізуі тиіс. Жамбатуға 27 елден құралайды көзге атқан 78 спортшы қатысты. Арысы Америка, бересі Бішкектен келген. Арасында өткен көшпенділер ойындарының жеңімпаздары да бар. Қатысушылар корей, түрік, мажар және қазақ стилінде бақ сынады. Астананың салқыны ыстық жақтан келген спортшылар үшін оңай соқпады. Бірақ сайыс алаңы мен ауа райына әбден дайындалды. Меніңше бұл жолғы дода бұрынғылардан қызықты өтіп жатыр. Өйткені мергендердің тәжірибесі артты. Садақ ату көптеген елдерде болғанмен, ат үстінде жылдамдық пен жамбату санаулы елдерде ғана бар. Жалпы өзіме Қазақстан құрамасы ұнайды. Көздерінде от бар.
There is many people organizing. Ұйымдастыру жоғарғы деңгейде. Ашылу салтанатынан бастап ұнады. Спорттық нысандардың талаптарға сай болу ескерілген. Әсіресе жамбату бойынша бізге аттар ұсынып, әділ таңдауға мүмкіндік берді. Біздің елде садақ ату бар, бірақ ат үстінде жебе тарту жоқ. Жеңіске әркім ұмтылады, бірақ алғаш рет қатысып, алтыннан алқа тағам деп ойламадым. Көкпар қазақтың ұлттық спорты, оны білекті де жүректі жігіттер ойнайды. Өмілдірген үзірдей алқынған аттар мен үзеңгіні үзірдей басқан азаматтар серкені тақымға қысып, қазандыққа тура тастайды. Бұл ойын негізінен Орталық Азия халықтары арасында кең тараған. Алайда рух пен күшті қажет ететін ат спорты мұхиттың ар жағында да танымал бола бастаған. Қазір ковбойлар көкпар тартып жүр. Мен ат спортын жақсы көремін, сондықтан түр тұрпатым жақсы сақталған. Бізге Қазақстан мен Қырғызстандағы достарымыз көкпардың көп қырын үйретті. Олардың дайындықтарын тамашалап, білмейтін әдістерін меңгеріп жатырмыз. Себебі әлі де бізге жаттығу керек, үйренеріміз көп. Түркияда өткен ойындарда қазақ пен қырғыз көкпаршылары финалда кездескен. Онда біздің білекті жігіттер басым түсіп жеңіске жеткен. Бауырлас елдердің бұл спортта бәсі биік болуының жөні бар. Өйткені қырғыздарда да көкпарға ұқсас көкбөрі бар. Екеуінің аса айырмашылығы жоқ. Түбі бір дейді мамандар. Дегенмен әртүрлі әдісімен ерекшеленеді. Мерейде өзгеріс бар, мәре дейміз ғой. Ода бізде шеңбер бөлінген 3 метрлік радиусымен, көк бөріде қазандық, өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. Өздері жерден көтерілген, оны жаңағыда тастау әсілде басқаларда ол сомен айырмашылығы бар. Бірақ ережеде бірен саран айырмашылықтар бар. Бізде 2 тайм болатын болса, 20 минуттан, оларда 3 бөлімге бөлінеді, арасында 10 минуттан. Көшпенділер ойындарында күрестің де түрі көп. Түркі елдерінің ұлттық спорты түгеленген. Аталуы бөлек болғанмен белдесу тәсілі бір. Қазақ күресі мен өзбек курашы үстілеріне киіммен күреседі. Ал кореш, сосын алыш қырғыздардың оларды белбеуден ұстап, белдіктен ұстап, белбеуден күреседі. Және ашыртмалы аба күресінде ол да кішкене біздің қазақ күресіне келеді. Үстілерінде шапан болады, арнайы киім, жаңағы иықтың осы тұсына дейін денесінде кеудеше сияқты киім болады. Дәл қазір шаршы алаңда қазақстандық палуан Зарина Зарипова белдесіп жатыр. Жалпы қазақ күресі бойынша 40-қа жуық елден 300-ге жуық палуан келген. Олар 16 салмақ дәрежесі бойынша жүлдені сарапқа салады. Ұйымдастырушылар қазақ күресінің көкжиегі кеңейіп келе жатқанын айтады. Себебі жарысқа көшпенділер ойындарына тек қана түркітілдес елдердің спортшылары емес, сондай-ақ Европа елдерінен де палуандар қатысуда. Өз жерімізде болғандықтан қолдаушыларымыз, жақындарымыз келіп, бізге поддержка беріп, күш-қуат алдым десем де болады. Тағы бір әлемге таңсық ойын таяқ тарту, немесе мас рестлинг дейді. Қарсыластар қарама-қарсы отырып, табандарын тақтайға тіреп, таяқты өзіне қарай тартуы тиіс. Ойын алғаш Саха Республикасында тіркелген. Көшпенділер ойынына бұл спорт түрінен күш сынасуға әлемнің 33 елінен спортшы келген. Это молодой вид спорта, который... Біздің спорт ең жас спорт түрі деуге болады. 2010 жылы халықаралық дәрежеге ие болды. 66 ел мас рестлинг федерациясына енді. Негізгі ұмыт қалған байырғы спорт түрі. Мәселен, қазақтарда таяқ тарту деген болған. Англия, Америкада да ойнаған. Еркебұлан Ерланның аталған спорт түрімен айналысқанына жарты жыл ғана болған. Нәтижесі жаман емес. Көшпенділер ойынның қола жүлдегер атанды. Жалпы мас рестлингтен Қазақстан намысын қорғаған спортшылардың барлығы қоланы қанағат тұтты. Шыны керек, шапшаңдық керек. Яғни де физикалық тұрғыда өте мықты болу керек. Көріп тұрғандарыңыздай физикалық тұрғыда бірінші орын алған қырғыз спортшысы Келдібек Атайбекұлы. Ол өте мықты спортшы, өте тәжірибесі мол. Шетелге, Америкаға барып, Арнольдтың жарысында да сондай бірінші орындар алып жүрген спортшы.
Ал қазақтың асық ату ойынына әлемде қызығушылығы артып келеді. Оған дәлел көшпенділер додасы. Сайыстың бұл түрінен 12 елдің 39 спортшысы бақ сынады. Қазақстандықтарға мажар спортшылары басты қарсылас. Өйткені бұл елде асыққа ұқсас ойын бар екен. Асық ату Венгрияда да бар, бірақ көбіне қарттар ойнайды. Біз Қазақстанға сол ұмыт болып бара жатқан дәстүрлерімізді қайта жаңғырту үшін келдік. Оның үстіне қазір әлем көшпелі халықтардың өнері мен мәдениетіне қызығуда. Біздің топ өзбек спортшыларынан ұтылды, бірақ Испаниядан бәсіміз басым. Қалай болғанда да бұл біз үшін үлкен тәжірибе. Асықты Алатаудың ар жағындағы қырғыз ағайында ойнайды, бірақ олар ордо деп атайды. Қазақтың асық ойыны бұл жаңа қойдың асығыменен атады да. Ордо деген бұл диаметрі 12 метр шейілген ортада қойдың асықтары тұрады. Ошоны сиырдың асығымен атады, томпойменен атады. Сонымен қатар тоғызқұмалақ ойындары да тартысты өтті. Ақыл ойға иек артқан 41 елдің 150-ден астам спортшысы жүлдені сарапқа салды. Төл ойынның 4000 жылдық тарихы бар. Бүгінде төрткүл дүниеге таралып, ауқым артқан. Құсбегілерде дүбірлі доданың көркін қыздырды. Сайысқа 10 елден 42 саятшы келген. Қазақ елінен Қаршыға мен Ителгі баптаған 9 құсбегі қатысты. Биылғы жарыстың жағрафиясы кең. Алғаш рет қатысып отырған елдер қатарында Испания, Мажарстан, Венгрия және Канададан келген саятшылар бар. Енді 9-да біздің Қазақстанның осы ішкі жарыстарында жеңімпаз болған бүркітшілер, құсбегілер, сол себепті біз оларға үлкен сенім артып отырмыз. Жалпы енді 3 осы түрінен біз құсбегінің кемінде 2 алтын аламыз деген жоспарымыз бар. Бұдан бөлек дүниежүзілік көшпенділер ойынында найза лақтыру, бәйге, теңге ілу, аударыспақ, арқан тартыс секілді сайыстар өтті. Осыған ұқсас түркі елдерінің түрлі спорт түрлері де енгізілген. Бастысы байрақты бәсекенің ауқымы кеңейіп, ұлттық ойындарымыз дүние жүзіне таныла бастады. Сарапшылар болашақта көшпенділер ойыны олимпиада деңгейіне жететініне сенім білдірді. Біздің еліміз үшін, түркі әлемі үшін ғана емес, жалпы әлем үшін дүние жүзіндегі біздің көшпенділердің бүкіл рухын насихаттауда үлкен орны бар. Сонымен қатар ойлаймын, жүре келе күндердің күні бір олимпиадалық деңгейге жететін шығар деген. Дүние жүзі қарап отыр, қаншама ел трансляция жасайды. Оның сыртында өзіміздің ел үшін осы көшпенділерді тікелей тұқымы ұрпағы ретінде бізде үлкен жауапкершілік. Әлем көз тіккен ауқымды халықаралық спорт додасын жоғары деңгейде өткіздік десек болар. Негізгі миссия орындалды. Ол бай мәдени мұрамызды, құндылықтарымызды жаңғырттық, дәріптедік. Қаймағы бұзылмаған көшпенді өркениеті көрсетілді. Қазақстан бейбітшілік бесік екеніне әлем куә болды. Халық 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының бас серіктесі. Да, в свою очередь напоминаю, что генеральным партнером 5-х Всемирных игр кочевников является Халык-банк, а генеральным спонсором 5-х Всемирных игр кочевников является компания Аллагиум Петролиум. Да, сейчас мы увидели репортаж, конечно, эти 5 дней царила необычная атмосфера не только на спортивных объектах, но и, конечно, в нашей столице. Можно было окунуться, говоря даже об этноаул. Если посетить его, можно было окунуться в некое такое машина времени, что вы просто попадаете в некий такой период времена кочевников. Да, Рауан? Я расымен де бір жан алысып жан беріскен сайыс болды. Осы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысқан барлық командалар барын салды деп айтуға болады. Мына жалпы командалық есепте кәдімгідей талас тартыс болды. Енді Қазақстан құрамасы ел намысын абыроймен қорғады деп есептейміз барлық спорт түрінен. Және де қазір жабылу рәсімі салтанатына да кезек келіп отыр. Ендеше құрметті көрермендер бірге тамашалайық, содан кейін біз эфирге қайта ораламыз сіздермен бірге. Санаулы уақыт қалып отыр. Шынымен де бір делебеміз қозған сайыс болды әділеті. Екеуміз енді теңгелі сайыстарын көрдік осы Жібек жолы арнасынан, және де сондай-ақ Силкой арнасынан да өзге де спорт сайыстарын назарларыңызға ұсынған болатынбыз.
Бүгін енді жабылу салтанатын тағатсыздан күтіп отырмыз. Ерекше өтеді. Ашылу салтанаты жайында көптеген бұқаралық ақпарат құралдары жазды, айтылды, әлемдік бұқаралық ақпарат құралдарына дейін. Шынымен бұл ерекше көшпенділер ойыны болды. Енді келесі Қырғызстан елінде өтеді деп жоспарлануда. Бірақ дегенмен де барша жұрттың, туристердің есінде мәңгілікке қалады деп ойлаймыз осы ойындар. Да, довольно очень историческое событие для нашей страны, потому что участвовало очень достаточно рекордное количество участников стран, это более 90 стран. И вот, Ендеше жабылу салтанатын тамашалайық, содан кейін сіздермен әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы күн құрметті ханымдар мен мырзалар, қайырлы күн құрметті спортшылар мен қонақтар. Good afternoon, dear guests. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon, dear participants.
Астана қаласында өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өз мәресіне жетті. Ұлы дала төсінде 5 күн бойы 21 спорт түрінен дүбірлі дода өтті. These 5 days, we have witnessed performances by approximately 2,500 athletes from 89 countries. Елорда тұрғындары мен 40 елдің теле көрермендері көкпар, аударыспақ, күрес, садақ ату, арқан тартыс, теңге ілу сынды сайыс түрлерін тамашалап, бір жасап қалды. The World Nomad Games presented us the history and worldview of nomadic people, symbiosis of exciting sport and entertainment show. Көп естігеннен бір көрген артық. Номад этнофольклорлық ансамблінің сүйемелдеуімен жасалған бейне роликке назар аударыңыздар. Dear guests, we present to your attention a video accompanied by the ethnofolk group Nomad. ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енген көшпенділер ойыны алғаш рет 2014 жылы өткізілді. Ол кезде небәрі 19 елден 583 атлет қатысты.
4 years later, in 2018, Kyrgyzstan hosted participants from 62 countries. In 2022, athletes from 82 countries visited Turkey and participated in the Nomad Games. Бұйыл әлемнің 89 елінен 2,5 мыңнан астам спортшы 21 спорт түрінен бақ сынап, 581 медальді кіл мықтылар қанжығасына байлады. Ladies and gentlemen, parade of participating countries of the 5th World Nomad Games. Құрметті ханымдар мен мырзалар, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына қатысқан мемлекеттердің тулар шеруін қарсы алыңыздар. Құрметті қонақтар, мерекелік салтанатты жабылу шарамыздың ресми бөлімін бастаймыз. Ladies and gentlemen, President of the World Ethnosport Confederation, Necmettin Bilal Erdogan. Құрметті ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Дүниежүзілік этноспорт конфедерациясының президенті Necmettin Bilal Erdogan. Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрі Ербол Мырзабосынов. Minister of Sports and Tourism of the Republic of Kazakhstan, Yerbol Mirzabosinov. Қадірменді қонақтар, қымбатты спортшылар, Дос Қазақстанның ардақты азаматтары, баршаңызға шын жүректен ізгі саламым, мен шексіз құрметімді жолдаймын. Мағжан Жұмабай жырлаған алыстағы бауырыңыз ретінде ана ватаным Türkiye'den sizlerge barşa halkımızdan dua salamına geldim.
As we approach to the end of the 5th World Nomad Games today, which was started with great enthusiasm, I am deeply honored to be with you again. This historical organization showed the world that Kazakhstan has a great ambition for the institutionalization of traditional sports all over the world. Drawing attention on every level, these historical games reveal that we have a rich cultural heritage, as the opening ceremony, choices of places, sports fields, and cultural events showed us with great detail. With this organization, Kazakhstan has achieved a great success, both in Turkic and international arena. Once again, the 5th World Nomad Games proved that our traditional sports do not represent just a competition. They are also means for friendship, solidarity, and brotherhood. Bul tantamaşa jetistik sizlerge tiyesili, ardaktı kazak eli, bar bolunuz, nar bolunuz. The sports people who gathered here remind us the meaning of acting in company and sharing a common culture rather than competition, keeping the unifying spirit of sports alive. The Nomad Games has built a strong bridge between our past and future, as the organization has brought people together around a cultural affluence. President Mr. Kasım-Jomart Tokayev's irreplaceable support in realization of this great organization has been one of the most important factors behind such a success. I would like to take this opportunity to thank Mr. President and the entire team that devoted himself to this organization. Each and everyone has contributed to this festival of sports successfully and also made a contribution to history. Additionally, I sincerely congratulate all the sports people for their courage, determination, and passion to keep traditional sports alive. With the support of the Organization of Turkic States and the determination of the member countries, the World Nomad Games have become a cornerstone not only in the Turkic world but also globally. Our organization has become more institutionalized and widespread with each event and has contributed to the recognition of traditional sports all around the globe. I'd like to point out that the World Nomad Games is by no means an alternative to the Olympics, but a unique organization with its own identity, quality level, and rules, encompassing culture, history, nature, and animals. As the World Ethnosport Confederation, we will always maintain our support to these games and do our part to carry this valuable cultural heritage into the future. We all have an important mission and duty to keep this platform where friendship and brotherhood are strengthened alive. We are delighted that Kyrgyzstan will host the 6th World Nomad Games. Best wishes for a successful event. Our sincere wish is that this spirit will continue in future games. I congratulate this great success hosted by Kazakhstan and express my gratitude to everyone who took part in it, especially Mr. Minister here and the organizing committee. I also send my deepest respect to each and everyone in today's event. Thank you. Құрметті ханымдар мен мырзалар, осы орайда біз түркі осы
5-ші көшпенділер ойынның аяғына жеттік. Осы орайда мен Қазақстан осы тек қана түркі әлеміне ғана емес, бүкіл әлемге түркі елінің ниеттестігін, бірлестігін, бауырластығын көрсетті. Осы орайда мен мүмкіндікті пайдалана отырып Қазақстанға, Қазақстанның президентіне, сонымен қатар министр мырзаға осы 5-ші көшпенділер ойынын ұйымдастыруда қол ұшын көрсеткен үшін ризашылығымды білдіремін. Және біз тек қана ұйымдастырып қана қоймай, бүкіл әлемге біздің бауырластығымызды, ниеттестігімізді, түркі әлемінің рухани байлығын, тарихын және мәдени байлығын паш еттік. Және мен осы мүмкіндікті пайдалана отырып, түркі келесі ойынды өткізетін Қырғызстан халқына, Қырғыз еліне өзімнің сәттілігімді тілеймін. Біз әрі қарайда осы ниеттестігімізбен, бірлестігімізбен, ауызбіршілігімізбен түркі әлемінің ойындарын әрі қарай жалғастыруымыз қажет. Айта кететін жайт, осы түркі әлемінің көшпенділер ойындары тек ол Олимпиада ойынымен баламалас ойын болып табылады. Олимпиада ойындарынан ең басты айырмашылығы оның өзінің бірегейлігінде, болмысында. Назарларыңызға көп-көп рахмет. Құрметті жиналған жұртшылық, қадірлі спортсүйер қауым, бір апта бойы Қазақтың дархан даласын ұлы дүбірге бөлеген 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының аяқталар сәтіне де келдік. Байрақты бәсеке ұлттық спортымызды ұлықтап, салт дәстүрімізді дәріптеп, мәдени мұрамызды төрткүл дүниеге паш еткен бірегей оқиға ретінде тарихта қалды. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың тікелей бастамасымен қазақ топырағында ұйымдастырылған көшпенділер ойындары мәні терең, мазмұны бай бірегей жоба. Оның түркі әлемінің алтын бесігі қазақ жерінде жалауын желбіреткені біз үшін зор мәртебе әрі мақтаныш. Бұл бізге ұлттық спорт түрлерін дамытып, танытуға ғана емес, сондай-ақ туристік әлеуетімізді жарқырата көрсетуге берілген тамаша мүмкіндік. Енді бастысы, Қазақстан әдеттегідей спорт арқылы мемлекеттер арасындағы байланысты бекемдеуде маңызды қадам жасады. Өздеріңіз тамашалап куә болғандай, көшпенділер ойындарына 89 мемлекеттен 2500-ден астам спортшы қатысты. 21 спорт түрінен 97 медаль жиынтығы сарапқа салынды. 30-дан астам мемлекеттің спортшылары медаль иеленді. Оның ішінде айтулы аламандағы бағдарламаның негізін құраған көшпенділер өркениетінің өкілдерінен бөлек Франция, Италия, Австралия, Венгрия, Польша, Румыния секілді мемлекеттерде алтын медаль олжалады. Жүлде алған мемлекеттер қатарында мұхиттың ар жағынан келген Канада, Мексика спортшылары да бар. Бәріңізге құтты болсын дегім келеді. Дүбірлі додаға 90-ға жуық мемлекеттің қатысуы, 30-дан астам елдің жүлдегерлер қатарынан көрінуі дүние жүзінде көшпенділер ойындарына деген қызығушылықтың артып келе жатқандығын нақты көрінісі. Астана төріндегі ойындардан кейін әлемде этноспортқа деген қызығушылық одан әрі арта түсетініне кәміл сенемін. Біз спортта бөлек мәдени және ғылыми бағдарламаға да ерекше назар аудардық. Мұндай әлемдік ауқымды оқиғадан ғылыми із қалуы да маңызды деп есептейміз. Осы сәтті пайдалана отырып, айтулы аламанды ойдағыдай өткізуге атсалысқан баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Ортақ іске өңірлерде үлкен үлес қосқанын, ойындардың мазмұнын байытқанын бөле жара атап өтуге тиіспіз. Әсіресе Астана қаласы ұйымдастыруға ерекше атсалысты. Қатысушылар мен қонақтар тіке тұрып қызмет көрсеткен еріктілердің еңбегінде ұмытпаймыз.
келесі 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарын бауырлас мемлекет Қырғыз Республикасы қабылдайды. Қырғыз елінің алдағы бәсекені жоғары деңгейде өткізуіне тілектеспін. Көшпенділер ойын олимпиадасының беделі биіктей берсін. Баршаңызға амандық тілеймін. Dear audience, dear sport fans, here comes the end of the FIS Nomad Games, which took place for a week in the great step on the grand scale. The competition went down in history in a unique event, which inaugurated our national sport, gifted our traditional and cultural heritage. The Nomad Games, organized on the Kazakhstan soil on the direct initiative of the head of the Kassym-Jomart Kemelievich Tokayev, is a unique project with deep meaning and rich content. As you have already seen, over 2,500 athletes from 89 countries took part in the Nomad Games. 97 sets of the medals were concerned in 21 sports. In addition to representative of nomadic civilization, which formed basic of the Alaman, gold medals were won by such countries as France, Italy, Australia, Hungary, Poland, and Romania. The congratulations to all of you. The participation of almost 90 countries in the competition, the appearance of more than 30 countries among the medalists clearly shows the great interest in the Nomad Games all over the world. In addition to sport, we have paid special attention to the cultural and scientific events. We believe that scientific footprint of such global events is also important. It should be noted that regions also made a great contribution to the common cause and enriched the content of the game. Next 6 World Nomad Games will be hosted by brotherly state Kyrgyz Republic. I wish the Kyrgyz Republic to organize the forthcoming competition at high level. May the prestige of Nomad Games always be the best. I wish you prosperity to all of you. Thank you. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бауырлас қазақ және қырғыз елдерінің мемлекет басшыларының шешімімен келесі дүниежүзілік көшпенділер ойындары өз отаны Қырғызстан жерінде өтпек. The fraternal states of Kazakh and Kyrgyz Republic decided to hold the next World Nomad Games in Kyrgyzstan. Дәл қазір дүниежүзілік көшпенділер ойындарының басты символы суға толы торсықты табыстау рәсімін бастаймыз. Ladies and gentlemen, and we are starting a handover ceremony of main symbol of World Nomad Games, Sacred Torsak. Сахна төріне зор құрметпен Қырғыз Республикасының мәдениет, ақпарат, спорт және жастар саясаты министрі Алтынбек Мақсұтовты шақырамыз. Minister of Culture, Information, Sports and Youth Policy of Kyrgyz Republic, Алтынбек Мақсұтов. Урматтуу Ербол Куантаевич, урматтуу Билал Эрдоган, урматтуу дүйнөлүк көчмөндөр ойындарынын қатысушылары жана кадырлуу коноктору. Қазақстан Республикасынын президенти кадырлуу Касым-Жомарт Токаев баштаган боордош казак элин, ошондой эле баардык мамлекеттердин жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрүн Астанадагы 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ийгиликтүү өтүшү менен куттуктамакчымын. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына зор колдоо көрсөткөндүгү үчүн Казакстан Республикасынын президентине жана өкмөтүнө, бүткүл уюштуруу комитетине, ошондой эле 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын бардык өнөктөштөрүнө чоң ыраазычылык билдирем. Иш-чаралардын жаркын жана бай спорттук, маданий жана илимий программаларын жогорку деңгээлде уюштургандыгынын жана өткөрүлгөндүгүнүн белгилеймин. Казакстан миңдеген катышуучуларды жылуу тосуп алганы жана 7 күн бою Астанада уникалдуу эл аралык мелдештерди жогорку деңгээлде өткөргөндүгүнө биз сыймыктануу менен күбө болдук. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндары элди жана маданиятты жакындатат. Биз үчүн, көчмөндөр үчүн бул өз тегине кайтуунун майрамы. Бул жаш муундарга
жана бүткүл дүйнөдөгү көчмөн маданиятынын байлыгынын жанага ага аралашуунун көргөзмөсү деп билебиз. Жалпыңыздарды 2026 жылы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына катышуу үчүн Кыргыз Республикасына чакырып кетмекчимин. Бардык өлкөлөргө тынчтык, бакубатчылык жана гүлдөп өсүүдү каалаймын. Dear Yerbo Kvantayevich, dear Bilal Erdogan, dear participants of the 5th World Nomad Games and guests, I congratulate the brotherly people of Kazakhstan, led by the President of Republic of Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, as well as representatives of states and international organizations, and on the successful holding of the 5th World Nomad Games in Astana. I would like to express my sincere gratitude to the President and Government of Republic of Kazakhstan, entire organization committee, all the partners of the 5th World Nomad Games. I note the excellent organization and high level of the bright and rich sports, cultural, scientific programs of the event. It was a great pride that Kazakhstan welcomed thousands of participants with warm hospitality, hosted a unique level of international competition for 6 days in Astana. I would like to emphasize this and thank to the efforts of all the partners of regular participation of more than 80 states. I have the honor to take the opportunity to invite everyone to the Kyrgyz Republic in 2026 to participate in the 6th World Nomad Games. I wish well-being, prosperity to all the countries. Thank you. Торсық тапсыру салтанатына 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарын дайындау және өткізу жөніндегі дирекцияның басшысы Наил Нуровты шақырамыз. We invite the head of the Directorate for the preparation and holding of the 5th World Nomad Games in Kazakhstan, Nail Nurov. Алыс жақын сапарда көшпенділердің айнымас серігі болған торсық жасалу жағынан да, қасиеттерімен де бірегей бұйым асыл мұра. Water in this Torsek is from sacred springs of different Kazakh regions, has been specially brought to our capital as part of the Caravan of Unity. Бесінші дүниежүзілік көшпенділер ойындары аяқталды, бірақ бабалардан қалған сара жол өз жалғасын табады. The 5th World Nomad Games are over, but the 6th are waiting ahead in Kyrgyzstan. Thank you, dear guests. Құрметті қонақтарымызға алғыс айтамыз. Көп рахмет. Келесі жылы 6-шы көшпенділер ойындарында Қырғызстанда жүздескенше. Құрметті ханымдар мен мырзалар, Қырғыз елінің музыкалық сәлемін жеткізгелі келген Қамбарқан фольклорлық этнографиялық ансамблін қарсы алыңыздар. Ladies and gentlemen, please welcome folklore ethnographic ensemble Kambarhan from Kyrgyz Republic.
Көшпенділер ойыны басталғалы елімізге мыңдаған турист ағылды. Олар тартысты доданы тамашалап қана қоймай, түрлі тарихи орындар мен мәдени шараға куә болды. Қазақ мемлекеті сіздерге ұнат деген сенімдеміз және баршаңызды еліміздің басқа да қалаларына шақырамыз. These days, thousands of tourists came to Kazakhstan to watch the games, visit historical sites and cultural events. We sincerely hope that you liked our country and invite you to visit other cities and areas. Астана қонақтары мен тұрғындарының құрметіне Қазақстан өнер майталмандарының концертін ұсынамыз. Мәди Сыздықовтың орындауында Атамекен әні. Ladies and gentlemen, we begin the gala concert of Kazakh Masters of Art. Madi Sizdikov, the song Atameken. Қаламға жол тапқан арманым асқақ аралап ем қызықтап жастайымнан бар әлемді тападым өзіңдей жерді батырлар сақтаған байтағым менің саған ғана әуезді арнадым мен әндерімді Атамекенім бұл менің Тұлпарлары жайқалтқан ұлы даланың жайлауы әз дәстүрін сақтаған халқым менің аспанмен таласқан таулардың қармасқан арқырап өзені тербейлі әуені Атамекенім менің білігі жарасқан еліге жарасқан таңдары аңсана қараймын Атамекенім менің төріңе құт қонған гәкүлі мекен жаңа дала тамаша таңға жайып табиғаты атаға аманаты шырқайық кел достар бірге бұл әнді соқсын бірге бізбенен жерімдеген жүректерін ақтайық елдің үміттерін арманым бар асқарлы бірлік болсын әрдайым татулығы жарасқан Атамекенім аспанмен таласқан тауларын қармасқан арқырап өзені тербейді әуені Атамекенім менің бірлігі жарасқан еліге жарасқан таңдары айлы аңсана қараймын Атамекенім әрбір таң арайлы еркіндік баянды болсын мәңге туған елім тілеймін бақытты сыйласын шаттығын гүл жайнаған олан байтақ жерім татулығы жарасқан Атамекенім менің бірлігі жарасқан
for free public and international competitions. Please welcome Dinaya. Show must go on. Anybody know what we are looking for? Not a hero, not a man's friend. Behind the curtain, in the past, the night, oh, the light. Does anybody want to take it anymore? La 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 la. Inside my heart is breaking. My makeup may be falling, but my smile still stays on. What happens? I roll the chips, and I'm hurry, not afraid of romance. Oh no, does anybody know what we are living for? I guess I'm learning. I must be wrong now. Oh, it's too turning round the corner now. Outside the dawn is breaking, but inside in the dark I'm begging to be free. Show must go on, yeah, yeah. Show must go on, yeah. Inside my heart is breaking, my makeup may be fading, but my smiles, my soul is spinning like the wings of butterflies. Fairy tales of yesterday, we go, I'll never die. I can find my best. I'm fist with the green. I'm living, giving in. Show must go on. Show must go on. Dinaya, қошеметтеріңіз. Thank you. Әлемдік мәдениет пен өркениетке өз ықпалын тигізген номадтар қашанда төрт аяқты тұлпардың жанына желеу еткен. Алғаш атты қолға үйретіп, оны өз кәдесіне жарата білген де көшпенділер. Nomads, whose undeniable influence shaped world culture and civilization, first domesticated the horses and used them on the farm and in war. Күні бүгінге дейін қазақ пен жылқы егіз ұғым. Жылқы малына деген құрмет түрлі роман, өлең, ән мен жырда көрініс тапты. Соның бірі Боз жорға әні. Love and respect for horses are reflected in many novels, poems, and songs. One of them will sound now. Боз жорға. Астана естілмейді қайдасыр? Оң жаққаны кеткіне. Астана поддержка қанеке. Сол жаққаны қане бірге. Мүмкін аттым бұл жырға, сендегенде сөз бар ма? Бұл жырға, құс тұяғын кербездей, әмек сұлу созғанда. Бұл жырға, өмір барда бақыт жолда жорғалашы, жорға жүйрік жорғала, жүрегімден кәр жүйріксің ғана. Кет бірге! Жорға, жорға, жорға,
жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Оң жақ қане. Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғала. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Оң жақ естімет қане қайдастар қалайсыздар? Мереке құтты болсын! Сол жақ қайдастар қанекей! Жоғар жақ қане, жоғар жақ қайда? Тамаша мереке құтты болсын! Өмір бәйге бұл жырға, сені жүрек қозғанба бұл жырға, бұл жырға. Айналайын бұл жырға, сен дегенде сөз бар ма бұл жырға, бұл жырға. Құшақ жайған көз даласы жүрегімнің бұл жырғасы сен ғана, гір жүрек басылар ма сонда да. Осы жерде ғана бірге! Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғалар. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғалар. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Астана естілмейді. Сол жақ, оң жақ бірге! Қайратпен! Біз қазақпыз ақ үстінде ғұмыр кешетін, ай тұяғы арғымақтың жерді тесетін. Сақ пен құлың сарқытымыз алыш баласы, арқа мінсе сол дәуірге қайта көшетін. Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғалар. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Бірге! Жорға, 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 жорғалашы, жорға, 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 жорғалар. Жол серігім сен ғана, алдымызда арман туған кең дала. Дүниежүзілік көшпенділер ойыны тек этноспортты ғана емес, сонымен қатар этномәдениетті де әлемге паш ететін іс-шара. The heart and soul of nomads hold traditions and customs passed from generation to generation through the centuries. You can find most of the tangible and intangible heritage of the nomads in modern Kazakhstan. Біздің аса қадірлейтін мұрамыз ұлттық аспаптар. Домбыра, қобыз, жетіген. Жетігеннің сиқырлы үнінде ғасырлардың сазы, сақ пен ғұнға мекен болған ұлы даланың рухы бар. The part of our heritage is our musical instruments, dombra, kobus, zhetigen. And now you can hear the sound of zhetigen.
Құрметті ханымдар мен мырзалар, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары өтіп жатқан Астана мәңгілік елдің, ұлы даланың орталығы. Astana is a modern city with a rich history. It was a center of the Kipchak and Kazakh Khanates, center of the Golden Horde. Сарыарқаның төсінде бой көтерген тәуелсіз Қазақстанның еңселі ел ордасы Астана халықаралық аренада да өзіндік орны бар қала. Astana becomes a center for international and world events. The holding of the 5th World Nomad Games serves as a proof of my words. And the next song will be about Astana. Сүйемін сені ару Астана, аялаған мекені махаббатым. Жұлдыздай жарқыраған жас қала, өзіңнен өмірлік бақыт таныдым. Оңтүстік пенен батыстан, солтүстік пенен шығыстан, батырлар келіп тоғысқан. Өзіңе егіз менің тағдырым, қуат беріп сыйладың шабыт маған. Бақытты қуанышты әр күнім, Астанан әнімсің қалықтаған. Оңтүстік пенен батыстан, солтүстік пенен шығыстан, тағдырлар келіп тоғысқан. Сахна төрінде Нора Нұғман, ұлы дала. Baqat деген осы
бар елдің ұл қыздары. Біз біргеміз. Through the universe of stars, we went strong and made this far. Take my hand and join the games. Now you can achieve your aims. Şeşreli dalamız, aşıramız, aramız. Armanı bir halıklar, birge mende bulamız. Biz birgemiz, biz birgemiz. Birge birgemiz, birge tiligimiz. Әлемнің күн шуағы, бар елдің ұл қыздары. Біз біргеміз. We live in one world, we all live as one. We wish only peace and spread our love. We are blessed by the beat of sun, and the earth is the only home. We live as one world. We live in one world, we all live as one. We wish only peace and spread our love. We are blessed by the beams of sun, and the earth is our only home. We live as one world. Biz birgemiz, biz birgemiz. Birge birgemiz, birge tiligimiz. Әлемнің күн шуағы, бар елдің ұл қыздары. Біз біргеміз. Құрметті ханымдар мен мырзалар, спорт халықтар мен ұлттарды біріктіретін әмбебап сала. Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының да басты мақсаты бірлікті насихаттау, достықты нығайту. The World Nomad Games is today a symbol of harmony, friendship, peace, and the strength of mind. Тыныштық пен бейбітшілік салтанат құрған әлем ғана дамиды, өрге жүзеді. Тату тәтті әлемде дос болып, өмір сүруді жазсын. Congratulations to all the winners who competed in athlete sport and gained their victory. Thank you very much for attention. Келесі дүниежүзілік 6-шы көшпенділер ойындарында қайта жүздескенше аман сау болыңыздар. We'll see you next time in Kyrgyzstan. Thank you, friends. Бес күн бойы аттың құлағында ойнап, мергендігімен, ептілігімен, күштілігімен, жауынгерлігімен тұтас әлемді дүбірлеткен түркі халықтарының мұра болып қалған сайыстарды Жібек жолы және Silkway арналарынан тамашаладыңыздар. Қазақстан құрамасы 44 алтын, 34 күміс, 37 қола медаль еншілеп, жалпы командалық есепте бірінші орынға жайғасты. 19 алтын, 21 күміс, 25 қола еленген Қырғызстан құрамасы екінші орынға тұрақтаса, Өзбекстан 11 алтын, 12 күміс, 11 қола жүлдеге қол жеткізіп, үздік үштікті қорытындылады. Алтын алған мемлекеттердің арасында Ресей, Түркия, Иран, Мажарстан, Түркменстан, Румыния, Польша, Үндістан, Қытай, Молдова, Индонезия, Франция, Австралия, Италия, Нигерия спортшылары бар.
Ал жалпы 33 мемлекеттің өкілдері жүлдесіз қалмады. Айта кетейік, Астанада өткен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарына 90-ға жуық елден 2000-нан астам спортшы бақ сынады. Жалпы саны 97 медаль жиынтығы сарапқа салынды. Алғаш рет Қырғыз Республикасында ойластырылып, жүзеге асырылған халықаралық спорттық шара әлемдік мәртебеге ие болып, барған сайын Евразия кеңістігін ғана емес, басқа да көптеген елдерді қамтып, кең аудиторияның назарын аударды. Дүниежүзілік ойындарды өткізу құқығының Қазақстанға берілуімен ойындарды өткізетін елдердің тізімі де кеңейді. Астанада аяқталған дүниежүзілік көшпенділер ойындарына Африканың бірнеше мемлекеті, Латын Америкасы елдері қатысқанын өздеріңізде көрген боларсыздар. Астанадағы 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары ұлы дала дүбірі ұранымен өтті. Әлемнің әр қиырынан мыңдаған туристер келді. Ашылу салтанаты жоғары деңгейде өтіп, тіпті көпшілік Париждегі Олимпиаданың ашылуынан кем түспеді деді. Бұл тұрғыда біздің елдің үлкен тәжірибесі бар. 2011 жылы қысқы Азия ойындары, ал 2017 жылы абыроймен қысқы универсиада ойындарын өткіздік. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары да тарих қойнауына кетті. Артық шығынсыз өткізген дода болды. Ешқандай спорт алаңдарын салып әуреленбедік, жабылу салтанатын көрерменсіз қарапайым форматта өткізгенін жаңа ғана көрдіңіздер. Мұндағы мақсат та бюджетті үнемдеу болатын. Кезекті дүниежүзілік көшпенділер ойындары 2 жылдан соң Қырғызстанда қайта өтпек. Пятые всемирные игры кочевников уже уходят в историю вслед за Азиадой 2011 и Зимней универсиадой 2017. Пятые всемирные игры кочевники оставили неизгладимый след для нашей страны и стали вкладом страны в развитие кочевой культуры. Они очень прошли на очень высоком уровне и получили высокую оценку в мировом сообществе. Всемирные игры кочевника прошли по 3 направлениям. Это спорт, культура и наука. Всего было разыграно 97 комплектов медалей. Столицу посетили свыше 2500 спортсменов из более чем 90 стран мира. По итогам игр наша сборная на первом месте в медальном зачете, но наша казахстанская сборная достойно выступает не только на этих 5-х всемирных играх кочевников, но и показала отличный результат и на предыдущих. Еще в далеком 2014 году на самых первых играх Казахстан занял 2-е общекомандное место. В 2016 – 3-е, а в 2018 году наша сборная снова расположилась на 2-м месте. И на 4-х играх кочевников, которые проходили уже в Турции, мы смогли занять лидирующую позицию и стали первыми. Именно поэтому честь проведения 5-х всемирных игр кочевников досталась Казахстану. А тем временем уже стали известны результаты выступления сборных на 5-х всемирных играх кочевников. Турнирная таблица выглядит следующим образом. Бесспорным лидером стали, конечно, наши спортсмены. В общей копилке Казахстана 115 медалей. Это почти в 2 раза больше, чем от ближайшего соперника. Отмечу, среди них 44 медали высшей пробы, 34 серебряных и 37 бронзовых. 2-е место заняла сборная Кыргызстана. В их копилке 65 медалей. 19 из них золотые, и замыкает тройку, конечно, Узбекистан, имея в своем распоряжении 34 медали, 11 высшие пробы. В десятку лучших также вошли Россия, Турция, Иран, Венгрия, Туркменистан, Румыния и Польша, конечно. Яшытменде ғажап нәтиже болды. Енді 6-шы дүниежүзілік көшпенділер ойындарында осы үдеден шығып, арғарай дәстүрді жалғастырамыз деген сенімдеміз. Ендеше құрметті көрермендер, бізбен бірге болғандарыңыз үшін мың алғыс, жүздескенше дейміз.